Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Туынды бөлімінің тригонометриялық функциялардың туындылары тақырыбын назарларыңызға ұсынамын. Сабағымыздың мақсаты тригонометриялық функциялардың туындыларын табуды үйрету. Бүгінгі сабақта тригонометриялық функциялардың туындысын табу формулаларын білесіздер. Тригонометриялық функциялардың туындысын табасыздар және тригонометриялық функциялардың туындысын түрлі есептер шығаруда қолданасыздар. Олай болса, іске сәт. Оқушылар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақта өтілген ережелер мен есептерді еске түсірейік. Ол үшін көрсетілген кестедегі функцияның туындыларын және оған сай қолданылатын негізгі формулалармен сәйкестендір. Жақсы, ендеше өткен біліміміз қаншалықты есімізде қалғанын білу үшін өз жауаптарымызды дұрыс жауаптармен тексеріп көрейік. Бірінші, x квадрат азайтылған x қосылған 5 функциясының туындысы, ол 2x азайтылған 1-ге тең. Ал түбір астында 2 көбейтілген x функциясының туындысы, дұрыс, ол түбір асты 2-ге тең. Ал x куб қосылған 1-ден x-тің 4 дәрежесінің функциясының туындысы, ол x куб қосылған 1-дің квадратынан x-тің 6-шы дәрежесі қосылған 4x кубқа тең болады. Ал түбір астында 2x азайтылған 1-дің туындысы, ол түбір астында 2x азайтылған 1-ден 1-ге тең болады. Ал 2x квадрат қосылған 4x пен 3x қосылған 4-тің көбейтіндісінің туындысы, дұрыс, 18x квадрат қосылған 40x қосылған 16-ға тең. Ал x қосылған 3-тің квадратының туындысы, дұрыс, 2 көбейтілген x қосылған 3-ке тең. Жарайсыздар, оқушылар. Оқушылар, өткен сабақта бірнеше функциялардың туындыларын табуды қарастырдық. Ал енді осы білімімізді әрі қарай тригонометриялық функциялардың туындысын табу арқылы өрбітсек. Ол үшін y синуске тең функциясының туындысын табайық. Алдымен туындыны табу алгоритмін пайдаланамыз. Бірінші, аргументке дельта x өсімшесін береміз. Аргумент өсімшесіне сәйкес функция өсімшесін анықтаймыз. Функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасын есептейміз. Одан соң аргумент өсімшесі 0-ге ұмтылған кездегі шегін анықтаймыз. Бірінші шектің мәні 1-ге тең, ал екінші шектің мәні косинус x-ке тең болады. Олай болса, синус x-тің туындысы косинус x-ке тең болады. Косинус x-тің туындысы минус синус x-ке тең болатындығы да осыған ұқсас дәлелденеді. Келесі, котангенс функциясының туындысын қарастырайық. Котангенс x косинус x-тің синус x-ке қатынасына тең екендігін бәріміз білеміз. Ендеше туындының үшінші ережесі бойынша косинус x-тің синус x-ке қатынасының туындысын анықтаймыз. Демек, котангенс x-тің туындысы минус синус квадрат x-тен 1-ге тең болады. Тангенс x-тің туындысы косинус квадрат x-тен 1-ге тең болатындығы да осыған ұқсас дәлелденеді. Келесі тригонометриялық функциялардың туындыларын есімізге сақтап алайық. Ал енді дәлелденіп алынған формулаларды қолдана отырып, мысалдар қарастырамыз. Бірінші мысал. X-тен f 3 котангенс x азайтылған 4x кубқа тең. Осы функцияның туындысын табайық. Туындыны табу үшін 3 котангенс x-тің туындысынан 4x кубтың туындысын азайтамыз. Ендеше 3 котангенс x-тің туындысы минус синус квадрат x-тен 3-ке, ал 4x кубтың туындысы 12x квадратқа тең болады. Екінші мысал. Функция туындысының берілген нүктедегі мәнін табыңыздар. X-тен f косинус x қосылған 1-ге тең. Мұндағы x 3-тен π-ге тең болады. Есепті шешу үшін функциядан туынды табамыз. Функцияның туындысы минус синус x-ке тең болады. Аргументке 3-тен π-ді қою арқылы
функция туындысының берілген нүктедегі мәні табылады. Ендеше жауабы -2-ден түбір асты 3-ке тең болады. Ал енді есептер шығарайық. Келесі функцияның туындысын табыңыздар. 3 косинус 2х-тің туындысы -6 синус 2х-ке тең болады. Екінші есеп. X-тен f функциясының туындысы 0-ге тең. Мұндағы x-тен f косинус 4х қосылған 1-ге тең. Есепті шешу үшін берілген функциядан туынды тауып, оны 0-ге теңестіріп, теңдеу шешеміз. Функцияның туындысы минус синус 4х көбейтілген 4х-тің туындысы. Бұдан -4 синус 4х шығады. Алынған туындыны 0-ге теңестіру арқылы тригонометриялық теңдеуді шешеміз. Теңдеудің шешімі x 4-тен пи-ге тең. Мұндағы n бүтін сандар жиыны. Үшінші есеп. X-тен f функциясының туындысы 0-ден артық. Бұндағы x-тен f косинус x қосылған 2-ден x-ке тең. Есепті шешу үшін функциядан туынды табамыз. Туынды минус синус x қосылған 2-ден 1-ге тең болады. Алынған туындыны 0-ден артық деп алып, тригонометриялық теңсіздікті шығарамыз. Теңсіздіктің шешімі -6-дан 7π қосылған 2π-нен 6-дан π қосылған 2π-ге дейін болады. Жарайсыздар оқушылар. Енді келесі кезекті математикалық домино ойынына берейік. Ол үшін сәйкес өрнектерді жұптастыруларыңыз керек. Жақсы, ендеше тексеріп көрейік. Синус квадрат x-тің туындысы 2 синус x косинус x. 2 косинус 3x-тің туындысы -6 синус 3x-ке тең болады. Ал тангенс 3-тен x қосылған 10-ның туындысы 3 косинус квадрат 3-тен x қосылған 10-нан 1-ге тең болады. 4 тангенс 2x-тің туындысы косинус квадрат 2x-тен 8-ге тең болады. Синус 3x қосылған 2-ның туындысы 3 косинус 3x қосылған 2-ге тең. Ал 3 котангенс квадрат x-тің туындысы минус синус квадрат x-тен 6 котангенс x-ке тең болады екен. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырмада берілген функцияның қатесін тауып, дұрыс жауабын жазуларыңыз керек. Жақсы, ендеше есептің қатесі тригонометриялық функцияның туындысын тапқан кезде таңбадан және жақшаны ашу кезінде жіберілген екен. Ал енді дұрыс шешімін көрсетейік. Жарайсыздар оқушылар. Оқушылар, бүгінгі сабақтан тригонометриялық функциялардың туындысын табу формулаларын білдік. Тригонометриялық функциялардың туындысын таба алдық. Және тригонометриялық функциялардың туындысын түрлі есептер шығаруда қолдандық. Келесі тапсырмаларды төмендегі дескрипторларды қолдана отырып, өз беттеріңізбен орындап көріңіздер. Сонымен қатар, тақырып жөнінде қосымша дереккөздер мен материалдарды ұсынамын. Тригонометриялық функциялардың туындылары тақырыбы жөнінде штрих-код арқылы қосымша тест тапсырмаларына өтіңіздер. Өз біліміңізді тексеріп, бағалаңыздар. Бейнежазбалар мен түрлі тапсырмаларға келесі сілтеме арқылы өтіңіздер. Тақырып жөнінде теориялық мағлұмат алу үшін алгебра және анализ бастамалары оқулығын пайдаланыңыз. Ал бүгінгі сабақ бойынша өзіңіздің ойыңызды қорытындылап, нысанадағы шеңберлерге нүкте арқылы белгілеңіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.